Сәлем көрермендер, бүгін сіздермен үй жағдайында үлкен кісілердің тізесі қақсап, сырқырап, сіңірі тартылғанда жасайтын қоспамен таныстырамын. Әсіресе бұлтты күндері және де салқын кезде аяқ қол сырқырап қақсағанда жасауға болады. Үй жағдайында үйде бар заттармен жасауға болады. Оған бір жұмыртқа, бір ас қасық тұз және де бір шай қасық жарты ас содасын аламыз. Жұмыртқаны аламыз. Бір жұмыртқа. Енді оған бір ас қасық тұз саламыз. Мен бүгін ұнтақталған тұз алдым, өйткені тез еру үшін. Жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне жарты шай қасық ас содасын саламыз. Оны да араластырамыз. Міне осындай қоспа дайын болды. Тұзымыз, нан содамыз бәрін ертіп алдық, араластырып жақсылап. Енді жаңағы жасаған қоспамызды жағамыз. Кішкене көп қоямыз. 1-2 минут 2 рет жағып алдым, өйткені жақсы жағылсын деп. Не осылайынша жағып аламыз. Оның үстіне салопан пакетті осылайынша жақсылап ораймыз. Жақсы нету үшін шерс шарппен орау керек. Жылы болып тұру керек. Және де шерс орамалмен орап тастаймыз. Ыстық болған жақсы. Не түн бойына осылай жату керек, таңертең шешіп аламыз. Бұл қоспаны ұйықтар алдында жасау керек. Оны жылы шарппен орап, сөйтіп қоямыз. Жылы ұстау керек. Артынан аяғыңызды жылы сумен жуып, одан кейін аяққа жағатын кремді жағып қоюымыз керек. Бұл қоспаны 3 күн бойы қатарына жасау керек. Егер де біздің видеомыз сіздерге ұнаған болса, лайк басып, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ем болсын.